абай Құнанбайұлы Ескендір. Осы жұрт Ескендірді білемекен Македония шаһары оған екен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әлі 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көрселері көз алартып қарады оңды-солды. Сұмдық пенен әскер жинап қаруланды. Жақын жерге жау болды, тура аттанды. Көп елді күтінбейін қырып жойып, ханын өлтіріп қаласын тартып алды. Жазықсыз жақын жердің бәрін шапты. Дарияның суындай қандар ақты. Шапқан жердің бәрі бодан болып, үкіметін қолына тартып алыпты. Ескендір елде алмаған хан қоймапты, алған сайын көңілі бір тоймапты. Араны барған сайын қатты ашылып, жерден жүзін алуға ойдалапты. Қанышер, қаһарлы хан ашу көп, атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күні қошеметші айтады екен, ханның ханы патшаның патшасы деп. Атағы талай жерге оның жетті, жерден жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер жинап қаруланып, есіткен елдеріне жүріп кетті. Алдынан шыға алмады орын ешкім, бәрін алды қорқытты жолдағынан. Жан шықпады алдынан, тоқтауы жоқ, жер жүзін жеке билеп алмақшыны. Жүре бір ерсіз шөлге келді, алып жүрген суының бәрін ішті. Адам хайуан бәрі де бірдей шөліп, басына құдай салмақ қиылысты. Мысалы, сандалып сардалада су таба алмай, шөлде жұрт қайтеді босқа малмай. Қызметкердің бәрін өлтірмекші, олыпты шөлдейме шыдай алмай. Мысалы, астындағы ат одан ұшты, Ескендірде атының жалын күшті. Жылтырап сәуле берген бір нәрсеге, патшаның ат үстінде көзі түсті. Барса бір сылдыр қаққан мөлдір бұлақ, таспада бейне арықтан шыққан құлақ. Түйе сала Ескендір басын қойып, ішсе су өзгеше тәтті тымақ. Кепкен балық келтірді сонда тұрып, сол суға балықталды бөжілдіртіп. Есі, дәмі өзгеше болып кетті, таң қалып мұның бәрін суға жорып. Ескендір қолын айтты, бұл неткен су, бәрін іште осы суға бетіңді жу. Бір бай елден осы су шыққан шығар, өрлеп бар үстіне тегелік ту. Жарлық шашты қол жұрты суды өрлей, шаһарына жеткенше дамыл көрмей, көк пембек темір киген өңкей батыр тартылып жөнеледі. Ең болмаса білмеді сый бермекті, осы менің тенімбе деп ақырып, лақтырып жібереді сол сүйекті. Жолдасы Аристотель ақылы мол, лақтырған сүйекті алады сол. Ханға айтты қасиет бар бұл сүйекте, көзіңе көрсетегі хабардар бол. Сол күнде Аристотель жеке дара, ақыл сөзін тыңдамай барма шара. Таразын әпкелі сүйекті сал, бір жағына алтын сап өлшеп қара. Бұл сөзге Ескендірде қарап қалды. Таразыны құрдыртып орта қалды. Қанша алтын мен күміс салса дағы бір кішкентай сүйекті аудармады. Көріп Ескендір аң-таң қалды. Бар қаруын алтынға қоса салды. Енді қайтер деп қарап еді, бұрынғыдан қу сүйек ауырланды. Аристотель хакімге патша келді. Мына сүйек қазынаның бәрін жеңді. Бұл сүйекті басарлық нәрсе бар ма? Ақылмен ойлап тапшы деді. Хакім жерден топырақ алып барды. Бір ұстап сүйекке шаша салды. Ана басы сылқ етіп жерге түсіп, сүйек басы жоғары шығып қалды. Мұны көріп Ескендір аз тұрады, хакімді аула жерге шақырады. Таң қаларлық іс болды мұның өзі, мәнісін айтып берші деп сұрады. Бұл адам көз сүйегі деді ханға, адам көзі тояма мыңмен санға. Жеміт көз жер жүзі тоймаса да, өлсе тояр көзіне құм қойғанда. Кәпір көзін дүниеде араны үлкен, алған сайын дүниеге тоям екен. Қанша тірі жүрсе де өлген күні өзге көзден бірдей-ақ болады екен. Ашулам ел патшам айтайын деп, алтын қақпа бермеді сізге рұқсат. Сіз сұрадым бергені бір қу сүйек, мұны көріп алыңыз сізге қайрат. Ойлап патшаның мойнына түсті, құдайым көрсетті деп бұл бірісті. Бұл ісі менің бекер екен деп, қолын алып жұртына қайта көшті. Азақ сөз айттым бітті бұл әңгіме, мұны өзге сөзден бөле деме. Қарның тойса қайғырма, мақтан үшін тоймас кезі толар деп қайғы жеме. Өмір жолдас болмас әлі өтер, өз күлкіңе өзің қарық болма бекер. Ұятың мен арыңды малға сатып, ұятсызда иман жоқ түкке жетер. Мақтанасын біреуге мақтасын деп, шаужайны еш адам қақпасын деп. Сен кеткесін артыңнан күліп қалар, аң тұрғаннан құдайым сақтасын деп. Ақылсыз өзін мақтап бұлжырайды, бойына өлсек сөйлесеңнен нұрайды. Жақсы болсаң жарықты кім көрмейді, өз бағанды өзіңнен кім сұрайды. Талқан қылып шаһарын алыңыздар. Сол әскер суды өлей талай жүрді. Судың басы бір құзар шатқа кірді. Шаттың аузын бекіткен алтын қорған, қақпасы бекітулі көзі көрді. Қақпаны ашайын деп хан ұмтылды. Тұтқасын олай-бұлай қатты жылды. Аша алмады қақпаны үміт тізді. Ақылдас тәуірік амал қылды. Ескендір тоқтау көрмей өскен жан ғой, келмейме тоқтаусының бәрі даңғой. Дел сал болып бәрі де қайта шықты, алысып әл келмесін байқаған ғой. Толдықпен хан Ескендір ашуланып қақпаға жетіп барды. Қақпаны дөбірлетіп қағып,
Қақпаңды аш деп барынша айғай салды. Қақпаның ар жағынан біреу келді. Күзетшісі сол екенін дыбыс берді. Қақпаны саған нашар рұқсат жоқ, бұл Құдайға бастайтын қақпа деді. Білмесең, мен Ескендір патша деген, жер жүзін соғыста бәрін жеңген. Қақпаңда хабарыңды айт, білдірмаған, қорлығым өзім тауып көз көрмеген. Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жең. Іші тар, көре алмассың біреу сен, ондай адам бұл жерге келмейді тең. Талап пенен менде білер, көп жүрдім кезде келді көрмеген жер. Ең болмаса халқыма көрсетейін, сый қылып белгі болар бір нәрсе бер. Қақпадан лақтырды бір орамал, сыйым осы падиша мұнан ал. Ішінде ақыл берер бір нәрсе бар, апардағы ойланып көзіңді сал. Орамалды қуанып қолына алды, сый алдым деп халқына қайта салды. Қараса, ішінде бір қу сүйек, бұл неткен мазағы деп аң-таң қалды. Ашуланып сыйына болды кекті, ең болмаса білмеді сый бермекті. Осы менің тенім бе деп ақырып, лақтырып жібереді сол сүйекті. Жолдасы Аристотель ақылы мол, лақтырған сүйекті алады сол. Ханға айтты қасиет бар бұл сүйекте, көзіңе көрсетейін хабардар бол. Сол күнде Аристотель жеке дара, ақыл сөзін тыңдамай барма шара. Таразын әпкелі сүйекті сал, бір жағына алтын сақ өлшеп қара. Бұл сөзге Ескендір де қарап қалды. Таразыны құрдыртып орта қалды. Қанша алтын мен күміс салса дағы бір кішкентай сүйекті аудармады. Көріп Ескендір аң-таң қалды. Бар қаруын алтынға қоса салды. Енді қайтер деп қарап еді, бұрынғыдан қу сүйек ауырланды. Аристотель хакімге патша келді. Мына сүйек қазынаның бәрін